Dünya yüzünde mırzalar akıllı degenleri kol çağıp koyumuzlarçı. Mırzalar akıllı, güçlü degenler. Erkevala tamada jigit adaşası. Dünya yüzünde ayınlar akıllı degenleri kol çağıp koyumuzlar. Dünya yüzünde menimçe ayınlar akıllı gene göre kol çağılar oldu. Dünya yüzünde kim akıllı genen birgelikte anıqtay bizim tuğanları. Bilip alыңızдар, айымдарбы же мырзаларбы акылуу экенин көрөлү. Өзүбүздүн тилге айтканда эркектер акылуу экенин көрөлү. Үй бүлөнү ким башкарат, айымдарбы же мырзаларбы, дүйнөбүздүн акылуулары ким экен биргеликте баардыгыңыздар экранга көңүл буруңуздар туугандар. Экран көрүнүп атабы, экраны? Экран көрүнүп атабы туугандар? Аны эмесе баштадык. Биринчи сүрөттү жигиттерге коебуз, андан соң айымдарга коебуз. Сүрөттү сиздер тапсаңыздар, чекеден сүрөттөр чыга берет. Қандай сүрөт, кимдин көзү, кимдин тиши, кайсыл президент, кайсыл жер таап берсеңиздер, сиздер акылдуу болосуздар. Айымдар көбүрөөк тапкан болсо, айымдар акылдуу болуп кете берет, Биринчи сүрөт жигиттерге болсун, бысымыла. Жигиттер силерге бир подсказка берип коеюн, өзгөчө. Бул актер. Кайсыл актердун көзү экенин тапсаңыздар, сиздер акылдуу болосуздар. Бул актер. Брэд Питт. Брэд Питттин көзү, жигиттер азаматсыздар, таптыңыздар. Жигиттерге кол чабуулар болсун. Айындарга жана көбүрөөк кол чабуулар болду эле. Айындарга да бир оңойраак сүрөт коелу. Бысымыла Кудай сактасын, кеттик анда эмесе. Кайсыл актердун көзү айындар тапсаңыздар, сиздер акылдуу болосуздар. Бир Анжеликанын көзү эмес, айындар таппай калыңыздар, сиздер. Бул Галусиянын көзү болчу көрсөтсүң. Эки сүрөт жигиттерге коелу. Кайсыл президенттин башы? Барак Обама. Барак Обама, Американын экс-президенти Барак Обаманын башы. Тоштар, таптыңыздар, бармаңыздар. Айымдарга дагы жеңилирээк коелу. Кайсы президенттин башы? Путин. Таппадыңыздар, Кудай сактасын. Бул Медведевдин башы болчу. Жигиттер, сиздер акылдуусуздар, көрдүңүздөрбү? Кийинки сүрөт. Кайсы футболист? Роналдо. Криштиану Роналдо, дүйнөнүн мыкты футболисти. Таптыңыздар. Айымдарга кийинки сүрөт. Кайсы футболист? Подружка. Не знаю, таппадыңыз, бул Кытайдын футболист Чин Чанхо деген футболист болчу. Жигиттер, сиздер акылдуусуздар. Кийинки сүрөт. Кайсы шаар? Москва, Кремль. Азаматсыздар, сиздер таптыңыздар. Айымдарга кайсы шаар? Ош. Тошта. Таппай калдыңыздар. Бул өзгөндөгү черемушка 8-чи көрүмүздөр. 8-чи көрүмүздөр деген өзүн эле билем, негизи ушундай. Кийинки сүрөт жигиттерге болсун, мына жигиттер. Канча уй турат ага? Терең ойлонуп жооп бериңиз. 4 уй турат жигиттер, сиздер азаматсыздар, дүйнөсүндө сиздер акылдуу болосуздар. Айымдар болсун, подружка, мына жерде канча балык турат? 200. Таппай калдыңыздар. Сан жеткизсиңер эмес, таппай калыңыздар. Жигиттер табат туугандар, карап туруңуздар. Ага, мына жерде канча балык бар? 99 азамат. Бул жерде 99 балык бар болчу. Жигиттердики туура. Кийинки сүрөт. Кайсы кино, досум? Кайсы кино? Титаник киносу. Титаник киносу. Айымдарга болсун, кыздар. Бул кайсы кино? Кайсы кино? Чорный поезд деген аракет. Кайсы кино? Таппадыңыздар. Бул Аканын чокусу деген кино. Рахмат. Жигиттер акылдуу экен туугандар. Жигиттерге бир кол чаап коюңуздар. Эми жигиттер, сиздер ойлоп атасыздар, биз акылдуу экенбиз, оңойраак сүрөттөн чыгып калды, биз акылдуу экенбиз деп. Айымдарга азыр мен оңойраак сүрө берем, сиздерге кыйыныраак сүрө берем, Тааныштык болбосун болду, экранды карабай турабыз. Сизге оңой сүрө берем. Тапсаңыз айымдарды куткарып кетесиз. Даярсызбы? Атыңыз ким менен? Гүлжан эже, суроо мындай. Оңойраак болсун. Үй жаныбары. Үй жаныбары чөп жейт. Тыгыдык деп чуркайт. Кайсы жаныбар? Ат. Таппай калдыңыз, Гүлжан эже. Бул эшек болчу да, караңызчы. Чүш туугандар, унчукпайбыз, келиңиздер жигиттерге. Чүш, унчукпай жок. Ага, сизге суроо. Кыйыныраак суроо берейин, баштады. Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычын ким жазган? Төлөгөн Касымбеков өзү жазган, азаматсыз. Кече бир тойдо Чыңгыз Айтматов жазган дейт жерген. Азаматсыз, таптыңыз.
Сізге сұрау. Дайыр болсаңыз башлады. Ханның баласы кім болады? Ханның баласы кім болады? Ханның баласы кім болады? Ханзада. Тура таптыңыз. Ханның баласы Ханзада болады. Ханзада өліп қалғаннан кейін болады. Хан өліп қалғаннан кейін болады. Ханның баласы Ханзада болады. Хан өліп қалғаннан кейін болады. Хан болады. Хан болады. Таппай қалдыңыз. Подружка, жетім болады деп қойыңыз. Жігіттерге сұрау болсын, жігіттер кеттік ана мәселелерге. Берек үшке атыңыз кім? Бектұр мырза, таптыңыз, азамат. Сізге сұрау. Үй жануары екі тамға менен тұрады, ақырғы тамға сыты. Ит, таппадыңыз, бұл ат болшы да, қараңыз. Кофені оң қолыңызбен алаштырады, сол қолыңызбен. Оң қолыңызбен. Таппадыңыз, кофені қашықпен алаштырады. Досыңызға сұрау. 12 жастан өткен төнің баласын не дейді? 12 жастан өткен төнің баласын? Төді. Таппай қалдыңыз ұшыл жерден. 12 жастан өткен төнің баласын, 13 жастан төнің баласын дейді. Кекілікті тұтып жеген жаққа, кекіліктен жүрмейсіз деп, тұрау, кекілікті білесіз бе? Сіз білмейсіз, сізге башқа сұрау берейін. Құрбақа ташбақаға кім болады? Просто сұрауды көріп қалды. Құрбақа ташбақаға кім болады? Туған. Туған болады. Таппадыңыз, құрбақа ташбақаға бөлесі болады деп қойды. Рахмат. Өзгеше белек берелем, мүмкін болса ұшу айымдарға, мырзаларға. Негізі дүйнө жүзінде мырзалар мен айымдар ақылды болады кен туғандар. Айымдар бар болсын, бейшенен таман астына дәрет, ененің тірегінде тірек жоқ. Анасы бар адамдар ешқашан қартайбайды дейді. Бізге сұп-сұлу қыздарды төріп берген ұшыл айымдар болады кен туғандар. Айымдардың өмірі ұзын болсын, жаратқан Аллах Тағала бір жастықтан қартайтқанға насип қылған болсын. Айымдардың өмірі ұзын болсын, біз сұлуларға сұқтанып жүре берелі, әрдайым сіздер сұп-сұлу ойып жүре беріңіздер.